Қазақстанда электрмен жабдықтау желілерінің 3/2-сі, жылу коммуникацияларының 57%, және су құбыры желілерінің жартысына жуығы тозған. Тарифтерді жасанды түрде ұстап тұру желдеткіштің сөнуіне, апаттарға, нәтижесінде азаматтардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретіні анық. Осыған байланысты монополиялық нарықтарда тарифті инвестицияға айырбастау жаңа тарифтік саясатына көшу жүргізілмек. В этой связи уполномоченным органом Осы тапсырманы орындау үшін қазіргі уақытта бірқатар іс-шаралар, оның ішінде табиғи монополиялар саласындағы қолданыстағы заңнамалық актілерге өзгерістер енгізілу жүргізілуде. Өздеріңіз білетіндей, инвестицияларға айырбастау тарифі қағидаты бойынша тарифтік саясатты жетілдіру шеңберінде 2022 жылғы 30 желтоқсанда мемлекет басшысы табиғи монополиялар туралы заңға өзгерістер енгізу туралы қол қойды. Онда бірқатар жаңалықтар белгіленді. Ағымдағы жылдың басында солтүстік Қазақстан облысында жалпы коммуналдық қызметтерге тарифтардың өсуі тіркелмеген. Мамандар керісінше төмендеді дейді мамандар. Өңірдегі инженерлік инфрақұрылымдардың тозуын ескере отырып, коммуналдық саладағы тарифтер өсуі мүмкін. Осыған байланысты уәкілетті орган 2030 жылға дейін тозу деңгейін 15%-ға төмендетулері тиіс. с начала текущего года 2022 жылдың қорытындысы бойынша Петропавл қаласы бойынша коммуналдық желілердің тозу деңгейі орта есеппен 65%-ды құрайды. Оның ішінде жылумен жабдықтау желілерінің тозуы 72%-ды құрап отыр. Сумен жабдықтау 58%, су бұру 61%, электр желілерінің тозуы 81%-ға жетіп отыр. Барлық іс-шаралар өңірлердің барлық факторлары мен ерекшеліктерін ескере отырып, кезең-кезеңмен іске асырылатын болады. Барлық рәсімдер жүргізілгеннен кейін ғана уәкілетті орган тарифтар мен тарифтік сметаларды мемлекеттік органдармен және жауапты атқарушы органдармен бірлесіп инвестициялық бағдарламаларды бекітеді. На проведение ремонтных работ. Так, только вот в 2021 году на ремонтно-восстановительные работы ТЭЦ и собственных средств акционеров было направлено порядка 12,5 миллиардов тенге, на которые были проведены тоже очень много крупных работ. Это завершено обследование дымовых труб было по второй и третьей трубе, демонтаж газоходов, демонтаж дымовой трубы номер 1, выполнение капитального текущего ремонта 10 котлов, выполнение капитального текущего ремонта 7 турбоагрегатов, строительство временных газоходов и восстановлено было здание главного корпуса. Қазақстандықтардың отбасылық бюджетіне қысымды жеңілдету үшін атаулы әлеуметтік көмек көзделген. Өткен жылы аймақта 11 айдың қорытындысы бойынша 571-де 494 мың теңге мөлшерінде 8562 азамат төлемақы алған. Ақнұр Қайырбек, Дамир Ескендіров, Первый Северный телеарнасы.